алгебралық өрнектерді түрлендіру деген сабақ. Үйге не бергенім? 6-22. Шығарыңыздар ма бәріңіз? Иә. Дәптеріңізді ашыңыздар, мен көшіп басам десем. Молодец, жарайсыңдар. Бар. Жарайсың, молодец. Так, бізде алгебралық өрнектерді осыдан алдыңғы сабақтан өткен болатынбыз, иә? Осыдан алдыңғы сабақтан өткенбіз, жалпы қалай шығару керектігін, қалай есепті қысқарту керектігін барлығын білесіздер, иә? Білетін болсаңыздар, енді бізде жалпы осы тақырып бойынша ашық сабағымызды бастаймыз. Шамалы қызықтырақ болу үшін көрнекіліктермен, смайликтермен және есеп шығару барысында көріп жатамыз. Олай болатын болса, жалпы орнында отырып, бізде алгебралық өрнектерді табиғат әдісімен байланыстыра отырып есеп шығарамыз. Табиғат әдісімен байланыстырып отырғанда, табиғатта бізде түрлі құбылыстар болады ғой. Бірінші, аспанда жел соғады. Жел соққаннан кейін барып, бізде желдің артынан не келеді? Бұлт келеді. Бұлт кеткеннен кейін барып, бізде жаңбыр жауады, дұрыс па? Жаңбырдан кейін не шығады? Күн шығады. Күн шыққаннан кейін барып, артынан кемпір босақ пайда болады. Солай ғой, осы табиғат әдісімен біз сабағымызды өтеміз. Әр әдісімен жеке-жеке тоқталып. Бізде ең бірінші бұл айналысымыз. Жел әдісі. Жел әдісі деп 6-та бірінші есеп. Кітаптарыңызда қараңыздар. 6-та бірінші есепті қараңыздар дағаны. Осы 6-та бірінші есепті өрнекті бөлшек түрінде жазыңыздар деп қойып сіздерге. Осы өрнекті бөлшек түрінде бізге қазір рационал түрде берілген ғой, есеп. 6 бөлінген 7. Дұрыс па? Осыны бөлшек түрінде жазамыз. Тез етіңіздер. Altı bölümün cebden. 6 A üstüne tüp, 7 bölümün tüp. Kanallarını çizdiğimiz. 6. 20'si 5 bölümden A'da koyduk. 5 bölümden 6. A ise 6 tüp. Ulaşabilmemiz. Şart olan olsanızlar sayınızda. Esep şart. Doğru mu? Oldu mu? Yeah. Terus. Balık tezgahımız. Tiz. Olma.
Bunun istinadını olsun. Nasıl bulmanız? Oldu mu? Maalesef. İstiyorum. Так, олай болса, алтыда бірінші есепті тоқталып есеп шығарып болды, иә? Есепті алгебралық өрнекті бөлшек түрінде қалай жазу керектігін көрдіңіздер ғой, иә? Енді бөлшек түрінде жазып болған болсаңыздар, бізде табиғат құбылысында желден кейін бізде жаңа бұлттар келеді аспанда. Қара бұлт қаптап келеді аспаннан. Сол қара бұлт қаптап келген кезде, сол бұлттан құтылу үшін бізде ол бойынша есеп шығару барысында көре жатамыз. Иә? Так, олай болатын болса, біз ең бірінші мына топтан бастай берейік. Осы топтан бастайтын болсақ, мына жерде бұлттарда қараңыздар. Әр бұлттың артында, әрқайсысында өзіндік есебі бар. Осы бұлттарды мына топта 5 оқушы келіңіздер дағы әр бұлттың артында менде есеп жазылған. Осы есептен әрқайсыңыз бір-бірін алып кетіп шығарыңыздар. Бірінші, мына топ келіңіздер. Біреуін бұларды жол ала беріңіздер. Көріңіздер бар? Мынаны алыңыз. Артында қараңыздар. Шолады. Çıkып olsun mı? Қараңыздар. Мына бұлттың артында, каждыйында әрқайсысында есеп берген. Көрдіңіздер ғой? Осы есепті алдарыңызда жалпы топтық жұмыс ретінде бір дәптерге бір қарақтабымызды жазманы көрсетесіздер. Бірінші есеп, екінші есеп. Бөлшекті қысқарту. Бөлшекті қысқарту бойынша бізде қысқаша көбейту формуласымен жинақтайсыздар, шашасыздар, сөйтіп барып қысқартасыздар. Түсінікті ғой? Қысқартқаннан кейін жауабын жазып қоясыздар. Алдарыңызда 5 есеп бар. 5-еуін тездетіп шығарамыз. Келесіздер, келемеңіздер. Так, асықпаймыз. Бір-біріңізге көмектесу арқылы тез-тез шығарамыз. Бөлшекті қысқарту. Бөлшекті қысқартыңыздар. А квадрат қосылған 2ағы қосылған b квадрат бізде нені береді? А қосылған b-ның квадраты. А қосылған b-ның квадраты береді. Астындағы қысқаша көбейту формуласымен не істейміз? Шашамыз. А квадрат алынған b квадрат деген сөз. А алынған b, а қосылған b-ны шашып қысқартамыз. Қысқартып болған кейін есептің жауабын жазамыз. Так, сіздер 8bx 16by дейді. Бізде неше қысқарт 8 16 екеуі? 8-ге қысқартамыз. 8-ге қысқартқаннан кейін, не қысқарып бізде? Әртүрін b қысқарып. Сонда үстінде не болады, астында не болады, соны жазып қойсыздар. Бір дәптерге жаза беріңіз, тез-тез. Болған кезде маған айтып жіберіңіздер.
3 пен 6 қысқарып өткінші. Екеуінің ортақ 3-ті жақшасына шығарып жүргеннен кейін 3 жаздың а квадрат болады. Мынада 2а болады ортасында. 2а b. Адан құрып бізде не болады? b квадрат болады. Сөйтіп барып, мынау екеуі қысқарған кейін, мынау шақшаның іші бізде не керек? Қысқаша көбейту формуласына келеді. Енді бұл азайтылған бұның квадратын деді. Асты бізде қысқаша көбейту формуласымен шашылады. Екі жақшаның сыртына тұра бөліп, а квадрат алынған b квадрат деген сөз бізде алынған b, а қосылған b. Енді қысқартамыз. Квадратпен азайту қысқартылады. Жалпы қысқарту саны не қалған жазып қойсыз. Так, 10n, 15, n, екеуі неше сағат? 10 мен 15, 5 сағат. Үстінде астында 3 не бар. Кесіп x квадратының салынған бір бөліп дұрыс квадратын квадраттың саты x салынған бір екінші саты 3а екі бұдан жашасының 3 шажып дұрыс ағатасы 3 астында болатын жашасына шажып қосқанды дұрыс келесі 8 бөліп 16 бөліп екеуін қысқарттық x equal plus 1 n this n equal n 3 первый плюс минус this а много так и шаг только мало счастья сидит весь полно Так, олай болса, есепті екі жақта толық шарт болды. Бір-бірімізге қошеметтер көрсаңыздар болады. Енді бізде бұлттар әдісін қолданып біттік, дұрыс па? Осы бұлттар әдісін қолданып біткеннен кейін бізде аспанда қара бұлттар сейіліп, бізде не келеді енді одан кейін? Жаңбыр келеді. Жаңбыр жауып. Аспаннан жаңбыр жауған кезде бізде Алланың нұры жауып деп айтамын. Солай ма? Олай болса, аспаннан жаңбырдан құтылу үшін енді бізде мен сіздерге екі топқа арнайы екі есеп дайындап берген. Осы топтағы екі есепті қайсысын берсем де сіздерге мысалы сіздер бірінші топты алыңыздар, сіздер екінші топты алыңыздар. Ішінде әрқайсысында ашып қарасаңыздар, бөлшекті қысқартыңыздар деген 5 есептен берілген. Көрдіңіздер ме? Сіздерде 5 есеп, сіздерде 5 есеп. Әр оқушыға бір-бірден деген сөз. Осы 5 есепті әрқайсыңыз бір-бірін алыңыздар да
шығарыңыздар. Шығарыңыздар дағаны мына жаңбырлардың арасында осы есептің жауаптары жазылған. Қараңыздар. Мына жаңбырлардың арасында әр есептің жауабы жазылған артында. Осы жауапты шығарып болған кезде тапқан адам келіп жаңбырды жүріп кете береді. Солайша жаңбырдан құтыламыз. Түсінікті ғой, шығарамыз. Кім болды жауабын ана жерден іздей беріңіздер жаңбырдан бар. Бар емес болсаңыз, кірісіп шығарып болыңыз, соның жауабын тауып беріңіз бар. Қандай сіздің жауабы? Бар? 3A, 4 бар. Молодец, жаңбыр азайып жатыр. Жауабын іздей беріңіздер. Сіздер, жағыңыздан да ешкім түсінбейсіз. Қалай еді жауабы? 4x бөлінген 3. Бізде 3 тамшы алды. 3 тамшы. Сіздерде қанша есеп қалды? Бір есеп. 63a квадрат, b квадрат, 42aның 6 дәрежесі, бұның 4 дәрежесі. 63 пен 42 нешесі бар деймін жалпы? 7 екс арбаланады бірінші. 60 пен 42 7 екс арсаңыздар? 9'da 6. A'ның 2 дәрежесі, A'ның 4 дәрежесі. Бұның 2 дәрежесі, бұның 4 дәрежесі. Жалпы алардың бұлар қысқа көреді. Астында не қалады бізде? Соны жазады. Так, болды осы міне. Жалпы жауап ең соңында 3 бөлінген 2A'ның 4 дәрежесі және бұның квадраты деген жауап шығады екен. Сіздерде есептеріңізге байланысты тексеріп жүрейін. 3A бөлінген 4 болады. Дұрыс. Бар осы жерде жауабы. 3A'ның 4 бар. Так, 8x, 1x, 2y бар. Дұрыс. Үшіншісі 8 4A бөлінген 3 бар. Дұрыс. Так, төртіншісінде AB бөлінген AC. Б'сы қалады. Дұрыс. Бар. 2A'ның квадраты 3AB. 2A қалады. 3 қалады. Дұрыс. Молодец, шығайсың. Так, келесі. Сіздерді жаңбырларыңыздың жауаптан салыстырып жүрейін. Так, 9'ын 3 алып қысқарады бізде. 2'ні ішке қысқарады. 3'ке қысқарады. Маған 3 қалады. Астында 2A'ның 4 дәрежесі, бұның квадраты. Онда жауап бар ғой? Келесісі 3y бөлінген 4. 3y бөлінген 4. Бар, жауап дұрыс. Келесі 3m 2n. Бар, жауап дұрыс. Так, кеңесі 2n 3p. Жауап бар. 2 5x. Жауап бар. Дұрыс. Так, бізде жарайсыздар. Бұлттан да құтылымдар, жаңбырдан да құтылымдар, жаңбырдан да бәрі құтылып болған екен. Аспаннан жарқырап бізде не шығады? Жаңбырдан кейін күн шығады. Онда олай болса, ортаға біз не істейміз? Күнді шығарамыз. Аспаннан күн шықты. Осылайша күніміз шығып болғаннан кейін барып, бізде күннің артынан не пайда болады? Күннің артынан кемпір қосақ пайда болады. Осы кемпір қосақ алдарыңызда қараңыздар. Мына кемпір қосақ алдарыңызда тұр. Осы кемпір қосаққа сіздер сабақтың барысында есепті қалай түсіндіңіздер, таңдықта қалай түсіндіңіздер. Жалпы сол бойынша әрқайсыңыз өз ойларыңызды жазып, сабаққа кері байланыс береміз. Түсінікті ғой? Осымен алгебралық өрнектер
бөлшектерді қысқарту жалпы сабағымызды қорытындылаймыз. Сіздерге әрқайсыңыз сабақ барысында әрқайсыңыз өзіңіз жазыңыздар. Мына жерді түсіндім, мына жерді түсінбедім, сабақ қызықты өтті ма, өтпеді ма, қалай болғанын жазып қойыңыз. Жазып болыңыздар ма? Жазып болсаңыздар, орнынан тұрып, кемпір ұзаққа соны жабыстырамыз. Оқшылар. Әрқайсыңыздың ойларыңыз мынандай. Жалпы осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бізге үйге тапсырма 6-22. Түсінікті ғой? Болды.